Жемқорлық деген қазіргі біздің дәуірдің індеті болғалы, әрине бұл сонау ерте заманнан келатқан нәрсе ғой. Бұл енді біздің егеменді еліміз Қазақстанда да жемқорлық, сыбайлас жемқорлық дегендердің белең алып жатқаны белгілі. Әрине бұл жөнінде президентіміз әрбір халыққа жолдауында күн тәртібінен түскен емес. Бұл енді сыбайлас жемқорлық деген ол мемлекеттің тұрақтылығын, мемлекетке деген халықтың сенімін кетіретін нәрсе ғой деп ойлаймын. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы идеология жақсы жұмыс істеу керек. Мынау халықтың арасында имандылық, жақсы жолға қойылу керек. Адамдардың бір-біріне сенімділік арту керек. Мына дүние қоңыздық, адамды ақша білдіреді ғой негізі. Міне осы жағымен күресті күшейту керек қой деп ойлаймын. Біз енді мәдениет саласында қызмет атқарамыз. Мен өзі Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының Тараз триосының әншісімін. Әрине бұл енді мәдениет саласында айналып өтіп жатқан жоқ. Әр жерден белең алып жатқан жағдайлар бар. Бұл енді мен ойлаймын, бүкіл мәдениеттің беделін төмен түсіріп жатыр деп ойламаймын. Бірақ әркім өзіне жауап береді ғой. Біз енді жүрген жерімізде көп елді аралаймыз, жастармен кездесеміз. Сол кездерде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт насихат және адамгершілік жөнінде кездесулерде айтылып жатады. Оны біз айтып та жатамыз. Әрине әркім өзінен бастау керек қой деп ойлаймын. Тағы да келгенде осы адамның көзі тұнып кететін ақша десе, дүниеге деген осының бәрі сол жемқорлыққа алып баратын нәрсе деп ойлаймын. Жалпы елімізде жүріп жатқан үгіт насихаттар әлі де өзінің деңгейінде деп мен ойламаймын. Өйткені біздің қазақи салт дәстүрімізді, идеологиямызды күшейту керек. Қазір енді әрбір жерде жарнамалардан оқып қоямыз, жемқорлыққа қарсы күрес деген. Сол жарнамалардың күші ғана, сонымен ғана шектеліп тұрған сияқтымыз. Жалпы жүрген ортада, жүрген жерімізде, әрбір мекемелерде болып жатқан енді жиналыстар болады, ол жерлерде айтылып жататын шығар. Бірақ енді менің көңілім аса толып жатқан жоқ бұл жемқорлыққа қарсы жұмыс жүріп жатқан жағдайында. Қазір енді жемқорлықтың арқасында шынында келген кезде кейбір азаматтар ұсталып та жатыр. Олар соған жауапкершілікке тартылып та жатыр. Одан аяқ тартып жатқандар бар да шығар, бірақ енді көп емес. Әрине кей жағдайда жазықсыз адамдардың да кетіп жатқан жағдайлары бар. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл өзімізден кейінгі келатқан ұрпақтарға жемқорлықтан алыстау керек, қашу керек, жемқорлықпен күресу керек, имандылық жолында жүру керек. Адамдар бір-біріне деген сенімін жоғалтпау керек. Әрине енді қоғамымызда болып жатқан көп жағдайлар бар. Оның бәрін енді біз жауап бере бермейміз ғой. Мен өз басыма келсем, өзімнің өсіріп жатқан ұл-қыздарыма, болашақ ұрпағыма, немерелеріме осы жөнде мен өзіміздің үгіт насихатымызды жүргізуіміз керек. Әрине келешекте біреудің ала жібін аттамау керек. Адамдар тура жолмен жүрсе, турашылдық болса, әрине имандылық болса, еліміздің идеологиясы дұрыс жолға қойылып жатса, жемқорлықты да жеңуге болады ғой деп ойлаймын. Біздің оңтүстік өңірінде жемқорлық жиі орын алады деген ойлар айтылып жатады. Енді оңтүстік десек, біз енді қазақилыққа көп барамыз ғой. Көп араласамыз, бір-бірімізді сыйлаймыз, бір-бірімізден жаңағы берген сыйын алмауға, болмаса беріп жатқан ақшадан қолын қайтармауға,
қазақилық менталитетіміз бар шығар енді деп ойлаймын. Шілі оңтүстікте белең алып жатыр дегеніне қарағанда. Енді ол солтүстік, батыс, басқа өңірлерді мен білмеймін. Қазақилық көп жерде адамның араласы, бір-біріне алыс берісі көп болады. Сондай жағдайдың жемқорлыққа да ұласып кететін жағдайы бар шығар деп ойлаймын. Енді менің сөз соңында айтарым, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуіміз керек, жемқорлыққа жол бермеуіміз керек, әркім өзінен бастау керек қой деп ойлаймын. Пәре берген де, пәрені алған да жемқорлыққа жататын жағдай. Қазақстанның заңына бағынуымыз керек, және президентіміздің әрбір айтып атқан үндеулерінде, халыққа жолдауларындағы осы күн тәртібіндегі мәселеге әбден көңіл бөліп жүруіміз керек қой деп ойлаймын. Және соны кейінгі жастарға жеткізіп отыруымыз керек.